Жергілікті жұрт ұйқыдағы сері деп атап кеткен бұл тау Бурабайдың солтүстігінде орналасқан. Алыстан таудың нобайы сақтық сақтап, дулығасы мен сауытын шешпей, мәңгі ұйқыға кеткен сақалды батырдың бейнесін елестетеді. Аңыз бойынша осы өңірде алып күш иесі, арманшыл бір батыр өмір сүріпті. Туған жеріне жоңғарлар мен қалмақтар жиі-жиі шапқыншылық жасаған. Ауылды астан-кестен қиратып, 4 түлік малы мен қорғансыз адамдарын айдап әкетеді. Мұны көрген жас батыр, қайтсем жұртыма қорған болам деген оймен өзіне болат қылыш пен дулыға үстіне сауыт соғып киіп, жауға қарсы жалғыз шабады. Жаудың қалың қолы оның алдын бөгеп қоршау қалады. Ол да ұзақ шайқасады. Бір кезде оның көзі көрмей, құлағы естімей қалады. Сонда ғана ол жеңіс үшін жалғыз күресудің қат екенін түсініп, өкінеді. Әл дәрмені құрып, туған даласына шалқасынан құлап, мәңгі ұйқыға кетеді. Содан бері ұйқыдағы сері бетегелі белдегі далада тасқа айналып қалған екен.